Баршаңызға сәлем. Өте дәмді, ерекше дәмімен, жеңілдігімен, пайдасымен танымал Тбилиси салаты рецептісімен бөлісемін. Ол үшін алдымен қызыл пиязды жартылай шеңберлетіп турап аламыз да сірке суын қосып шетке қоя тұрамыз. Піскен сиыр етін не болмаса тауық етін текшелерге не болмаса жолақтарға кесіп ыдысқа саламыз. Болгар бұрышын да жолақтарға кесіп аламыз. Салатқа түс беру үшін қызыл мен сары бұрышты таңдадым. Чили бұрышын ұсақтап турап аламыз. Мен кішкене ғана алдым, ашты жақсы көрсеңіздер, тағы да қоссаңыздар болады. Грек жаңғағын қатты ұсақтамай турап аламыз. Сарымсақты ұсақтап турап аламыз. Үлкен түйір кинзаны майдалап тураймыз, салатқа керемет қош иіс береді. Енді ыдысымызға қызыл пияз бен бұршақты қосып, өсімдік майын құямыз. Мен күнбағыс майын қолдандым. Араластырып, дәміне қарай тұз қосамыз. Өте дәмді, жарқын, табиғи дәмімен ерекшеленетін салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап, пікірлеріңізді комментарияға жаза отырыңыздар. Ұнаса лайк басып, достарыңызға жіберіңіздер. Сіздермен бірге болған Айгерім.